Сәлем бердік. Келін асханасымен бірге Әзербайжан ұлтының ұлттық тағамы шах пловты жасайық. Кейбір елді мекенде нан пловты деп атайды. Өте өзгеше дәмі, нанымен бірге қоса жеген өте дәмді. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен кәдімгі палауымызды пісіріп аламыз. Майы қызып тұрған қазанда етті қуырып аламыз. Суы тартылғанша. Етті бөлек, менде сүйекті ет болған соң 15-20 минут қуырып алдым. Үлкен 2 пиязды турадым, және де сарғайып қызарғанша қуырамын пиязды. Пияз қуырылған соң үлкен бір сәбізді осылай соломка қылып турадым, және тұздаймын, қара бұрыш себемін, крышкасын жауып 20 минуттай ақырын отта сәбізіміз дайын болғанша бұқтырып қоямын. Және сол мезетте күрішімізді дайындап қоямын. Мен 3 кесе күріш алдым. Сіздер отбасыларыңыздың мүшесіне, санына байланысты аласыздар. Және 1-2 чеснокты турап алдым, жуып кішкене суда сіңдіріп қоямын күрішті. Сәбізіміз дайын болды. Зира себемін 5-6 штук, және жуылған күрішімізді салып су құямын. Суымыз күріштен 2-3 сантиметр, 2-3 миллиметр асып тұру керек. Және үстіне жаңағы дайындап қойған чесногымызды саламыз. Түс беру үшін, әдемі сарғыш қанық түс беру үшін куркума деген дәмдеуішті қосамыз. Қайнаған соң қақпағын жауып 15 минуттай бұқтырамыз. Мен дайын слоеный қатпарлы қамыр алдым. Сіздер қолдан илесеңіздер де болады. Осы жол маған жеңіл болғандықтан дайын қамыр алдым. Сол қамырдың жартысынан сәл көбірегін кесіп аламыз да жұқалау етіп жаямыз. Жаңағы біздің домалақ салатын ыдысымызға формамыздан үлкенірек болуы керек. Және өстіп қамырымызды жаңа кольцомызға аударып алып, шет-шетін түзулейміз. Егер осы видео рецепт ұнаса, лайк басуларыңызды сұраймын. Сіздер қалай жасайсыздар, пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыздар. Палауымыз дайын болды. Бір араластырып аламыз. Кольцомызға жаңағы дайындап қойған сала береміз. Пешіміз, яғни духовкамыз 170 градус Цельсияға қызып тұр. Менің каналымда қазымен нан қуырдақ, тапанжи, торттардың, капкейктардың, меренговый рулеттің рецептісі бар. Қарап көріңіздер. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қойыңыздар. Артық қамырымызды осылайынан бүктеп, бетін толықтай жабамыз, және духовкаға 45-50 минутқа қоямыз. Беті қызарып, нанымыз гүртілдеп тұруы керек. Кольцомыздан осылайынан пышақтың көмегімен ажыратып аламыз. Кескеннің өзін қарасаңыз, тестамыз ғырт-ғырт етіп өте әдемі слоеный тестомен жасаған күшті шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Үй ішіңіздің бәріне ұнайды. Қонақ күтер дастарханға сән береді. Ерекше қуанып қалатын болады. Бұл қандай тағам деп көрмедік деп. Мына розочкалардың өзін қарасаңыз, дастарханға қойған кезде күшті гүл болып оформление беріп тұрады. Қамырға пловымызды салып болған соң бір дана чеснок салсаңыздар болады. Ортасына өте ерекше, өзгеше дәм береді. Менікі ыдысымыздан кішірек болып қалған соң үлкен жайпақ табаққа аударамыз. Сол кезде нанымыз құламай өте әдемі тұрады. Видео рецепттер аптасына 3 мәрте шығады. Сол үшін өткізіп алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Үстінен өздеріңізге ұнайтын аскөкті сеуіп әсемдесеңіздер болады. Пияз сеуіп қойсаңыздар да болады. Өте әдемі болды. Қандай богатый украшение. Дастарханға қойған кезде ерекше сән беріп, ерекше көзге түсетін тағам болады. Жасап көріңіздер. Нанынан бір тілім үзіп алып, үстіне етпен пловтан салып жегенге не жетсін. Астарыңыз дәмді болсын.